Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен Төлеуқұл-Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай екі-ақ қана құрамнан тұратын қызыл ірімшікті үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті құрам ол әрине сүт. Үйдің қолдың сүті болса тіпті керемет болады, ал егер сізде ол жоқ болса, магазиннің сүті жарайды, бірақ міндетті түрде ол сүттің жарамдылығы 5-6 күннен аспауы қажет. 1 айлық жарамдылықтағы сүттер мүлдем жарамайды. Және де осы сүтімізді құятын, яғни ірімшікті жасайтын ыдысымыздың асты қалың болуы қажет. Оған 3 литр сүтті құямыз. Сіздер басқа да 2 литр немесе 4-5 литр сүтпен де жасай берсеңіздер болады. Мен 3 литр сүтпен жасаймын. Барлық сүтімізді құйып, қақпағын жауып, сәл қайнатып аламыз. Қайнауға сәл қалған кезде қақпағын ашып, сәл араластырып аламыз. Және де шамамен 200-250 грамм 3,2% айран қосып, тағы араластырып, бетін жабамыз. Қанша литрге қанша айран қосуы ол әр қалай, өйткені айранның сапасына солай байланысты болады. Мен шамамен 250 грамм айран қостым. Осылай айранмен толықты араластырып, қақпағын жауып, қайнағанша күтетін боламыз. Мінекей, сәл қайнаған соң сүтіміз іріп, жанынан сары суы пайда бола бастады. Егер сіздерде соның өзінде сүтіңіз ірімей жатса, 100 грамм айран қосып жіберсеңіздер, сары суы бөлініп шығады. Дәл солай жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отқа қайнап тұратындай 2 сағатқа қалдырамыз. Арасында сәл осылай араластырып тұрсаңыздар да болады. Мінекей, уақыт өткен сайын осылай ірімшігіміз сәл қызара бастайды. Арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей, 2-2,5 сағат өткен соң біздің ірімшігіміз осылай қызарып шыға келді. Енді дәміне қарай қант қосамыз. Мен осы 3 литр сүтімізге 200 грамм қант қостым. Дәмі өте керемет болды. Не қатты тәтті емес, не қанттың дәмі шықпайды емес, жақсы шығады. Сіздер қалауларыңыз бойынша тәтті қаламасаңыздар азайтып немесе көбейтсеңіздер болады. Қантымызды қосып араластырған соң тағы да орташа отта 1 сағат қайнаттым. Міне біздің ірімшігіміз дайын. Енді оны осылай сүзгішке марлы қойып, орамал қойып, жақсылап суынан сүзіп аламыз. Ірімшігімізді барлығын салып, осылай сүзіп алған соң, дәл осындай дұршылаққа немесе осындай мантаварка сияқты суы жақсылап өтіп тұратын ыдысқа салу қажет, астына суы барлығы сорғу қажет. Осылай үстіне тәрелке басып, осындай 2 литрлік банка немесе ауыр зат қою қажет. Дәл солай ауыр массамен ол бір түн сорғып, өз формасын жақсы ұстап тұруы қажет. Міне, енді оны турап, шайға, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Біздің ірімшік дайын. Мінекей, біздің қазақтың шай дастарханынан жиі табылатын өте дәмді қызыл ірімшігіміз дайын болды. Дәл осылай үй жағдайында дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Жасалу жолы өте оңай, және де 2-3 қана құрамнан тұрады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Егер де дайындап көрген болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Және де әлі де болса каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, бүліп басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сол кезде менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл-Айзат, баршаңызға ас болсын.